Міне осының барлығына бізде 10-15 минут уақыт кетті. Осылай асханада уақытыңызды үнемдесеңіз болады. Енді біз осы көп тағам дайындап қойдық та, соның бәрін холодильникте жақсы қылып сақтау үшін өз дәмімен бұзылмайтындай қылып, вакууматор дегенмен таныстырғым келіп тұр сіздерді. Пайдалану өте оңай. Біз бірінші мына картошкамыз қарайып жатыр екен. Осыны салып жіберейік. Упаковкада өзінің пакетімен келеді. Стоп. Söyle vereyim ben. Міне достар, бірнеше минуттың ішінде біз осындай қиын емес құрылғылардың арқасында бір аптаға дайындық, қысқа дайындық жасап алдық. Міне қарап жүріңіздер. Міне заготовка. Осыларды апта іші болып пайдаланамыз. Тек қана свежий көкөністерді қалдырдым, оны бірден жеп қойған абзал болады. Достар, кішкене өтінішім бар. Егер де видео пайдалы болса, онда лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Бұдан да пайдалы видеолар жазуға тырысамын.